Қайырлы күн, сіздермен бейбіт Қысайдана. Бүгін лолипопс дайындаймыз. Тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 200 грамм айранымызға бір жұмыртқаны салып, үстінен тұз, пищевая содамыз салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен аз-аздан ұнымызды салып отырып, жақсылап илейміз. Тестамыз илеп болғаннан кейін жылы жерге қойып қоям. Илеген тестамыз дайын болды, мінекей. Видеодағыдай домалатып шығамыз, жайғанда сонда ыңғайлы болады. Лолипопсымыздың салмасын дайындаймыз. Ет тартқыштан өткен тауық етінің үстіне осылай теркадан бұрышымызды өткіземіз. Үстіне тұз саламыз, укроп саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей тестамызды домалақ қылып жайдық. Ішіне бағана жасаған начинкамызды саламыз. Қолымызды осылай сулап бассаңыздар, жабыспайды қолдарыңызға. Соломка печеньямызды қоямыз. Тесталарыңыз 40 граммдай болсын. Өте үлкен болып кетсе, дұрыс шықпай қалады, және де ауыр болып, формасы дұрыс болмай қалады. Осылай жақсылап бір-біріне жақсылап жабыстырып аламыз да, теңдей ортасына бөліп, осылай біріктіреміз. Бірінші бағана дайындаған клярымызға матырып аламыз. Панировочный сухарий менде үй жағдайында жасалған, магазиннен сатып алсаңыздар болады. Үй жағдайында жасалған болсаңыздар, үстінен жарты ас қасық куркума қосып жіберіңіздер. Сонда сарғыш түс береді. Қызып тұрған табамызды пісіріп аламыз. Мінекей дайын, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.